Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге хрен жапырағынан соус дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Достар, ингредиенттің барлығын описание бөліміне толықтай жазып кетемін. Ең алдымен жаңғақ пен чеснокты осылай массировкадан немесе блендеріне өткізіп аламыз. Хренмен дайындалатын соусты орыс блогерінен көрген болатынмын. Яғни ол орыс тілді болғандықтан менің YouTube каналым қазақ тілді. Сондықтан да сіздерге сол орыс блогерінен қазақ тіліне ауыстырып, сәл өзгешелеу қылып түсірдім. Бұл хрен соусын тағамдарға қоссаңыздар да, немесе стейк, қуырылған балықпен жесеңіздер де болады. Жаңғақ пен чесноктың үстіне хрен жапырақтарын өткізіп аламыз массировкадан. Одан кейін үстіне лимон шырынын сықсаңыздар да, немесе лимонның қабығын ашып, осылай массировкадан өткізсеңіздер де болады. Ең бастысы лимонның шырыны дәл осы хрен соусына қажет болады. Ендігі кезекте массировкадан туралған хрен, жаңғақ, чеснок, лимонның үстіне сочный курица с чесноком деп аталатын дәмдеуіш, яғни приправаны қосып, қызыл паприканы, сұйық майды және де дәміне қарай тұз қосамыз. Сочный курица с чесноком деген дәмдеуіш осы болатын. Дәмдеуіштердің, қоспалардың барлығын қосып болғаннан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап соусымызды араластыратын боламыз. Хрен жапырағынан дайындалатын соустың құрамына петрушка қоссаңыздар да болады. Егер де жоқ болса, қоспай-ақ қойыңыздар. Мен қосқан жоқпын, бірақ петрушка да ерекше дәм береді. Болғаннан кейін соусымызды осындай банкаға саламыз. Банканы алдын ала қайнаған ыстық сумен шайып алатын боламыз. Достар, бұл соустан бөлек хреннен тағы да басқа қандай өнім дайындауға болатыны комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер. Егер де сол рецепт ұнап жатса, мен дәл сол рецептті YouTube каналыма шығаратын боламын. Видеоны лайк басып, қолдап кетіңіз.